Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жыл жарық көрген Есте сақтау атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Фредди атты қартайып қалған кісі мейрамханада жұмыс істейді. Оның арасында ұмытшақтығы бар екен. Жас даяшы Джейсон оны оятып, басқа мені ұмытпауыңыз керек еді деп тұрады. Сонда Фредди түсінбей жаймен көтеріліп, жұдырығын созады. Осылай амандасып есіне түседі. Солай әңгімелесіп тұрғанда қызы қоңырау шалып, сөйлесіп, көңілі түсіп кетеді. Сөйтсе әйелі көз жұмған екен. Жақында екеуміз бірге боламыз деген сынды сөздерді айтып, көз жасына ерік береді. Жерлеп болып, соңында өзі қалғанда бір кісіге оған ауырсынуды басады деп дәрі береді. Осы жерде оның басында ісік бары және сол ісік ұмытшақтықты күшейтіп жатқанын білеміз. Өз жоспарыңды асырмақшысың ба дегенде, балаларымның өз отбасы бар. Отбасымның алдындағы парызымды орындадым. Әрі қарай созудың себебі жоқ дейді. Үйіне келеді, жабылып тұрған қабырғаның бетін ашып, картамен ілінген суреттерді, жазуларды көреміз. Содан өзі видео үндеу жазуға кіріседі. Оның аты Хан Пхилчук екен. Кезінде Жапония басқыншылығы уақытында оның әкесін әдейі жаламен ұстап түрмеге қамайды. Бірақ азапқа шыдай алмай көз жұмып, ал анасы болса ақыл есінен адасыпты. Ағасын досы алдап, шахтада жұмыс істеп қайтыс болған екен. Әпкесін ұрлап жезөкшелікке, яғни әскерлердің қалауын орындауға салған. Ол шыдамай өз-өзіне қол салғанын айтып, осы істерге қатысы бар адамдардың бәрін өлтірем деп сөз береді. Содан жұмысқа кеп, Джейсонға бір-екі жерге барып келу керек деп көмек сұрайды. Көлік айдауға болмайтынын жеткізіп, денсаулығым жарамайды деп шопыр болғанын қалап, баланы бастықтан бір аптаға сұрап алады. Бірақ Джейсон қайда бара жатқанын білмейді. Келсе, Porsche көлігін көріп таңғалады. Оны да бір аптаға жалға алған екен. Ұмытып білетін Фредди саусақтарына адам аттарын тату қылып жазып алғанын байқайды. Сөйтіп медициналық орталыққа кеп тоқтайды. Ұзақ болуы мүмкін, мені іздеме, өзім қоңырау шаламын деп кетіп, қызметтік есіктен кіріп кетеді. Сызылған картаны алып қарап, ары қарай кіреді. Сөйтіп камера түспейтін орынға келіп, жастардан орын сұрап отырып алады. Ол кезде VIP палатада бір қарт кісіге укол сала алмай қалған дәрігерлер мен қызын көрсетеді. Оның бай бағлан екенін сөздерімен жекіп сөйлегенінен білеміз. Содан кеш батып қалады. Фредди орнында ұйықтап қалыпты. Қайда екенін еден жуушыдан біліп алып, ұмытып қалған ол қолдарын көреді. Кейін VIP палатаға апаратын жедел сатыдан түскен қызды байқап қалады. Оны әкесін аңдып суретке түсіргені есіне түсіп кетеді. Жарықтар өшіп тұрамын деген кезде бала Фредди деп кеп қалады. 5 сағаттан бері күттім дегенде мен сұрап қаламаған нәрселерді істеме деп өтінеді шал. Үйге қайта бер, мен ескі досыммен кездесемін деп тұрып жүріп кетеді. Баспалдақтармен көтеріліп кеп, жіппен есікті ашады. Палатаға кеп, әлгі шалдың қолдарын байлап, бетіне су шашып оятады. Кімсің деген шалға, сен менің әкеме жала жауып, жапондықтарға ұстап беріп, менің көзімше өлтірдің дегенде есіне түсіп, кенже ұлы дейді. Сонда аузын, басын жастықпен жауып атып салады. Осылай Фредди өз жоспарын іске асыра бастайды. Ертесіне полиция зерттеп жүреді. Фреддидан 8-де кітапханада бол деген хабарлама келеді. Ол жерде біреудің кітабының тұсаукесері болып лекция оқып тұрғанын көреді. Біткен кезде ана көліктің артынан жүр дейді. Одан озып қасындағы үйдің алдына тоқтайды. Не болса да көлікте бол деп кетеді. Көліктен түскен шалды үйіне кіретін кезде кешіріңіз деп оған әңгіме айтып, соңында ағасының досы екені мәлім болып, оны өлтіретін кезде тапанша атылмай қалады. Қашпақ болып есікті жапқанда әйтеуір кіріп кетіп, тапаншамен ұрып тарс етіп атады. Жігіт дір ете қалады. Сол кезде Джейсон тез айдап кеп қараса, не болғанын көріп, қорқып қарап тұрады. Фредди оны байқап, тез кеттік, ол өлімге лайықты деп жөтеліп отырады. Бала болса шошынып, өзін жинап, тездетіп айдай жөнеледі. Полицейлер өз жұмыстарына кіріседі. Содан азанда түс көріп шошып оянады. Қараса, баланың үйінде жатыр екен. Ол мүгедек әкесін клиникаға көтеріп алып кетеді. Фредди қолындағы сызылған жазуды көріп, келіп теледидарды қосып жаңалықты тыңдайды. Сонда камераға түсіп қалған бала күдікті деп жатқанда, Джейсон кіріп кеп, мені күдікті санап жатыр десе, шал біртүрлі болып қалады. Кейін өзім полицияға барып, сені өз еркіңнен тыс жұмысқа тарттым деп бәрін айтамын деп оны көндіргендей болады. Сіз кімсіз өзі дегенде шал үндемей жауап бермейді. Сол кезде қарызымызды қайтар деп 3-4 жігіт кіріп келеді. Қанша қарыз деп сұрағанда 30 000 вон дейді. Бір баланың қолындағы BMW көлігінің кілтін көріп сыртқа шығып кетеді. Ал жігіттер ақша іздеп үйді ақтарып төңкере бастайды. Сонда шал қолына бұрауышты матамен орап, BMW-ның терезесін
сөмкесін ұрып сындырады. Іштен бір жігіт шығып, жындысың ба деп оның жағасынан алғанда, ол қолын қайырып, ауыртып итеріп жібереді. Қалғандары келіп, қалтасынан бір бума ақшаны алып, терезені ауыстыруға жетеді, ал оның қарызын бір аптадан кейін қайтарамын деп оларды көндіріп жібереді. Бұлай болатынын ойламаған шал өкінеді. Сонда бала, жас аралығымызға қарамай жан доспыз деп ойлағанмын дегенде, маған аз ғана уақыт бер деп өтінеді. Сөйтіп бала, мені ешқашан жібермейсіз деп көлікті оталдырып, қатты басып айдап полицияға келеді. Оны көрген шал шығатын кезде есікті жап деп тапаншаны кезейді. Не істеп жатсыз деп түсінбейді. Сонда шал өз басына қойып таңдау жасатқызады. 3 шалды өлтірді деп түрмеде шірігенді қалайсың ба, әлде өлтірушінің тұтқыны болғанды қалайсың ба дейді. Маған бір апта бер, сен зардап шекпейсің деп уәде береді. Бала жақсы деп көнеді. Сонда Фредди сөмкесін беріп, ішінде өзі жинаған ақшаларын, маған енді олар керек емес, сенің қарыздарың мен әкеңнің еміне жетеді деп береді. Джейсон не үшін істеп жатқанын сұрағанда, олар менің бүкіл отбасымды қырып салды. Бұл іс менің өмірімнен де маңызды дейді. Сөйтіп ол жалған құжат жасатып алады. Содан Жапония әскерінің 60 жылдық тойы аталып өтпек болып, тергеушілер сонда барамыз дейді. Халық жинала бастайды. Сонда шалдың жасатқан құжаты сол тізімде болып шығады. Тексеріп жатқанда ол жан-жағына көз салады. Қолында сөмке болады. Оны жібергенде Кан кеп, сөмкеңізді тексерейін деп тоқтатып ашып қарайды. Фредди қобалжиды. Ішінде коланың бірнеше банкасы мен сағызды көріп, ештеңе таппаған соң жібереді. Ол орнына кеп тыныш отырады. Сонда өзінің әпкесін алып кеткен адамды көріп, есіне түсіреді. Кейін әжетхананың ең шеткі бөлмесіне кіреді. Коланы төгіп, аяғына оралған оқтың ұнтағын алып, қағазға төгіп, сағыз болса күшейтетін ұнтақ екен, екеуін араластырып, банкаға салып, бетін орап, тұтандыратын жіпті шығарып қояды. Аяғынан тапаншаны алып, темекісін шегіп отқанда Кан кіріп келеді. Темекінің иісін сезеді. Фредди шығып, қолын жуып жатып, Кан мұнда темекі шегуге болмайды деп ескертіп, сөмкесіне көзі түседі. Ол есейген сайын қорқыныш азаяды деп жымиып шығып кетеді. Ол кезде кеш басталып жатады. Әлгі капитан сөз сөйлеп тұрғанда, Фредди банкыны жаймен шығарып жақпақ болады. Мына жақта Канның адамдары жүгіріп кеп, Фреддидің өлген адамның атымен кіргенін жеткізеді. Ол тұтандырып орнынан тұрғанда Кандарды көріп тоқтап қалады. Айнала түтінге оралады. Екіншісін тұтандырып лақтырғанда ол жарылады. Адамдар шошып, тыпыршып, қашып жатады. Кан оны таппай қалып, капитанды қауіпсіз жермен алып кетуге кіріседі. Асханадан өтіп, келесі есікті ашқанда тоқта деп басына тапаншаны кезеп тоқтатады. Тергеуші қаруды алмақшы болғанда бас төңірегіне атып қорқытады. Өздері кіріп кетіп, есіктің құлпына атып кіре алмайтындай қылады. Сен менің әпкемді зорладың деп оның телефонын сұрап, оның досына хабарласады. Кеш қалай болып жатыр дегенде, капитан қазір өледі, сен келесісің деп хабар жеткізеді. Жедел сатыға отырады. Содан капитан қолын ұрып жіберіп қарсылық білдіреді. Екеуі арпалыса кетеді. Бір-біріне дес бермей жатып, тапаншаға иеленіп ататын кезде Фредди лифті тоқтатып қалғанда оқ тимейді. Екеуі қайта төбелесіп, ақыры Фредди оны жеңіп, тапаншаны алып, капитанды атып салады. Кан бірінші қабатқа жүгіріп кеп, капитанның өлгенін көріп, барлық шығатын жерді жабыңдар деп бұйрық береді. Жедел жәрдем мен полициялар қаптай бастайды. Сонда балаға қоңырау соғып, кіре берсе жедел жәрдемді көресің. Оларға барып, 4-ші қабатта зардап шеккен бар, ертіп кел деп қатты жөтеліп дауысы шығады. Джейсон бір дәрігерді ертіп келе жатады. Оны әлсіреп отқан күйде тауып, жәрдем беретін кезде қолындағы тапаншаны көріп шошиды. Адамдарды тексеріп, өткізіп жатқанда 2 рет атылғанның дауысы естіледі. Бәрі қорқып кетеді. Тергеуші дауыс естілген жаққа жүгіріп, жақындап қарайлайды. Сонда басқа жақта бала маска киіп, арбамен оны итеріп жүгіріп келеді. Сөмкесі түсіп қап, Кан оны байқап, фельдшер тоқта деп артынан жүгіреді. Адамдар арасынан өте алмай, Фредди тұрып, дәрігер сөмкесімен есікті жауып қояды. Бір-біріне қарап кетіп қалады. Фредди нашарлап әрең отырып, тездетіп қашады. Ол кезде генерал өзінің кәсіби мамандарына тапсырып, адам өлтірушіні бірінші табу керек деп баласында қосып жібереді. Клиникаға келеді. Оның досы істейді екен. Фредди өлтірген адамдардың аттарын атап, мен өлтірдім деп видеоға жазып отырады. Келесісі генералды атайды. Ол уақытында ақша, байлық үшін жапондарға өтіп, көптеген кәрістер мен менің отбасымды қырып салды дейді. Фредди осы істің артында тұрып, бәріне қараған Киахара Такешиді дегенді айтып, менің соңғы нысаным сол дейді. Көліктен сөмкені алып беріп, ештеңені уайымдама, қалыпты өмір сүре бер деп кететін кезде, бала ойланып, қолындағы кілтті жұлып ап, маған көп ақша төледіңіз, сізге сыйлық жасаймын деп кетпейді. Оған костюм әпермекші болады. Сонда 2 полицей көлікті байқап қалып, Канға хабарласады. Олардың әңгімелерін киллерлер естіп, солай қарай жол тартады. Сөйтіп оны киіндіріп шығады. Мен автобуспен қайтамын деп тұрғанда, полицияны байқап қалып, көлікке отырмай өтіп кетеді. Бала түсінбей қайда деп
келеді. Айналасына қарап жүріп бір кафеге кіріп кетеді. Мұздай кофеге тапсырыс беріп, терезеден полицияның көлігін көреді. Кофе әкелген даяшыға ақша төлеп, содан ішіндегісін төгіп полицияға лақтырады. Олар бізді біліп қойды деп екеуі ішке кіреді. Кіріп келсе, олардың жоқ екенін естіп, жоғары көтеріледі. Төбеде құрылыс болып жатып, солардың көтергіштерімен төмен түсіп кеткенін көреді. Шал көліктің қасына отыра қалады. Бала ары қарай кете береді. Сонда артынан қуып жететін кезде Джейсон көлікті тез айдап әкеліп отырады. Артпен жүріп қашады. Жолға шыққанда полиция апатқа ұшырайды. Сөйтсе шал дөңгелегін пышақпен тесіпті. Қашып жолда бағдаршамға тоқтап, жасыл жанып жүргенде киллерлер оларды соғып тоқтатады. Бір жерге әкеледі. Генералдың баласы келгенде оған камераны беріп, әкесі жайлы айтқан сөздерін естиді. Сол кезде шал түймені ақырын жұлып, ортасын сындырып, қолындағысын кесе бастайды. Оларды өлтіруін тапсырады. Бала қорқып кешірім сұрай бастайды. Енді өліп қаламыз ба деп тұрып, ол видеоның көшірмесін сақтап қойдым. Егер уақытылы келмесек, оны полиция мен журналистерге береді. Ол ақша үшін жасап жатыр деп басындағы қарыз болған жігітке келеді. Бірақ ол білмейді. Қасына бір киллерді ертіп, шал бергенді бер, сосын ақшаңды аласың деп оған дөрекі сөйлейді. Сонда түсінбеген жігіт не айтып тұрсың деп бетіне шапалақпен ұрып жатқанда, қасындағы жігіт соққысын тоқтатып өзін ұрып құлатады. Бәрі жабыла кетеді. Ол болса барлығына төтеп беріп қырып салады. Беттерін ұстап қаша жөнеледі. Шал қатты жөтеліп құлайды. Сонда қараушы келгенде аяғынан жармасып құлатып, тапаншасымен аяғына атып тұрып көлікке отырады. Мына жақта жігітті қинап, қайда деп сұрағанда, шалдың берген ақшасы деп ойлаған ол үстел астында дейді. Үстел астын қарағанда жоқ екенін біліп, көшірме қайда дейді. Джейсонның алдағанын түсініп, оны өлтірмекші болғанда өрт сөндіргішпен басына салып қалады. Ештеңе болмағандай өзін теуіп түсіреді. Джейсонге қарай теңселгендей жақындап құлайды. Бала жеңілдеп терең дем алып тұрғанда, бильярд таяғын алып шабуылдауға кіріседі. Екеуі арпалысып баланы жығады. Сонда ол аяғына жармасып жібермейді. Оны ұрып құтылмақшы болғанда, оның аяғынан атып тастайды. Фредди келіп үлгеріпті. Балаға менің кесірімнен осы жердесің деп ақшасын беріп, алғысын айтып кетеді. Ауруы асқынып жөтеліп келе жатып, дәрісін алады. Төгіп алып, теріп жатқанда ұрлайын деп қарсы бетке шығып кетеді. Көліктерден қашып, шеттегі бөшкелерге соғылып тоқтайды. Аңырсып зорға көліктен шығады. Ол уақытта оқиға болған жерде полиция жедел жәрдем жұмыстарын істеп жатып, Кан баланы байқап, бұрын кездеспегенбіз ба деп сұрайды. Айдалада Фредди қайда баратынын ұмытып жол кезіп келе жатқанда, оны бір кісілер тоқтатып, апарып тастаймыз деп алып кетеді. Сонда қолында жазылып тұрған атты оқып, қайда бара жатқанын есіне түсіреді. Сөйтіп генерал өзі ашайын деп жатқан ескерткішке жиналады. Сонда Фредди әскери форма киіп келіп жайғасады. Генералдар ескерткішті ашып болып, өз әңгімесін айтып жатады. Фредди кезінде ол Жапонияны жақтап сөйлегендерін есіне түсіріп, жылайын деп ашуланып отырады. Сөйтіп марапатқа шалдың атын атап, Хан Пхилчук деп шақырады. Генерал оған медальды тағып қол бергенде, тапаншасын шығарып аспанға бір атып оған кезейді. Кімсің сен деп түсінбеген генерал сұрайды. Мен есіңде емеспін ба? Онда Хан Оксон деп өзінің әпкесінің атын атайды. Өлімнен қорықпайтын генералдың орнына немересіне тапаншаны кезейді. Күзетшілерінің қаруларын тастатқызып, не болғанын, кім екеніңді айтып бер дейді. Ол әпкесі жайлы айта бастайды. Жас қыздарды өтірік алдап төленетін жұмысқа деп жинаған екен. Сонда бірінші болып әпкесі барғысы келгенін айтқан. Қалай оны жібердің? Ол сенің келіншегің болды ғой. Саған сенді деп Фредди қалай саттың дегендей жылайды. Сөйтіп Фредди кім екеніңді адамдарға айтып бер дейді. Ол микрофонға мен Жапонияға қызмет еткенмін деген сынды сөздерді айтып бәрін таңғалдырады. Содан Фредди оны атып тастап медалін шешеді. Полиция ағыла кетеді. Оны қоршап тапаншаны тастауын бұйырады. Бірақ ол өз басына кезейді. Сөйтсе кезінде ол да амал жоқтан жапондардың қатарына қосылып, тірілер ары қарай өмір сүру керек деген сынды сөздерді айтып, әпкесіне мен енді Киохарамын деп жапондық атын атайды. Сонда өлтіретін соңғы адамы өзі болып шығады. Сен өлуің керек деп тұрғанда бала Фредди деп айқайлайды. Сіз қылмыскер жазалануы керек деп айтқансыз. Егер өлсеңіз, сіз жазадан қорқақ сияқты қашқандай боласыз. Жазаңызды алып сот алдында тұрыңыз деп оны атудан қайтармақшы болады. Ол ойланып, дірілдеп, ақыры баланы тыңдап, тапаншаны тастап тізерлейді. Қолындағы аттарды көріп, көзіне жас келеді. Содан түрмеде онымен Джейсон кездесуге келеді. Жүдеп әлсіреп қалған Фредди кеп отырады. Сонда мен есіңіздемін ба деп бала оған сіз не істесеңіз де жақсы адамсыз дейді. Қоштасатын кезде қолын созады. Шал амандасуларының жартысына дейін есіне түсіп ұмытып қалады. Солай оны құшақтап, жақында тағы келем деп қоштасып кетеді. Ол камерасында терезеге
қарап жымиғандай болып күледі. Жапон басқыншылығында бүкіл отбасынан айырылып, кейін кінәлі адамдардан кек алып, өз мақсатына жетеді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.